Елесет биіктігі 70 метрлік высотканың басына үлкен жер турбинасын орнатса, жоғарыдағы желді ұстап, электричество өндіре аламыз, кайф емес па? Бірақ жай высотка ондай қатты желде ұстай алмай құлауы мүмкін ғой. Сондықтан оның орнына біз биіктігі 200 метр бетоннан ғимарат саламыз. Ортасынан тесік жасап, арнайы платформаға турбина қоямыз. Биік болғасын, высотка постоянно жел болып, таза энергия өндіреді. Мощность арттыру үшін сразу бірнеше турбина қосуға болады. Бірақ биікте желдің направлениесі әртүрлі. Шешімі высотканы ішке бұрып қою. Сонда жер қайдан соқса да, здание желді турбиналарға направлять етіп отырады. Ал ең жоғарыда жел қатты болғасын, ең жоғары турбинаға қысым түседі. Сондықтан мұнараны сәл наклонмен салсан, желдің күші бәріне одинаково соғады. В итоге бізде өзін өзі электричествомен обеспечивать ететін здание пайда болды.